Қазақстандағы сіз бен біз ішіп жүрген дәрілер СНГ-дағы ең сенімді дәрілер қатарына кіріпті. Тараған ақпаратқа қарасақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі біздің дәрілерді мойындап, жаңа деңгейге көтерген екен. Алайда ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. Денсаулық сақтау министрлігі бұл туралы жаңалық жазғаны рас. Тіпті Біріккен ұлттар ұйымының өзі орталық Азия елдер арасында Қазақстанның дәрілері тізімге алғаш болып енді деп жазды. Дегенмен бұл ТМД елдеріндегі ең сенімді дәрі деп айтуға келмейді. Себебі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Біріккен ұлттар ұйымы дәрілердің сенімділігіне қатысты рейтинг жүргізбейді. Сондай-ақ ML3 жүйесі ең сенімді дәрілер дегенді білдірмейді. Bir елдің дәрісі келесі бір елдің дәрілерінен сенімдірек дегенде талдау немесе зерттеу де жоқ. Тіпті рейтинг те жүргізілмейді екен. Денсаулық сақтау министрлігі бұл жаңалықты 30 наурызда жарияласа, Біріккен ұлттар ұйымы 9 сәуірде жариялады. Десе де онда ТМД емес, орталық Азиядағы ең алғашқы дәрі деп жазды. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанда дәрілермен қатар вакциналарда ML3 жүйесіне қол жеткізгенін хабарлаған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы дәрілер мен вакциналардың реттеу жүйелерін жетілдіруге байланысты ML1-ден ML4-ке дейінгі деп деңгейге бөліп қарастырады. Соның ішінде ML1 денсаулық сақтау саласын реттеу жүйелерін тек кейбір элементтер ғана қамтылған, ал ML2-де негізгі реттеу функциялары ішінара жұмыс істейді деп айтады. ML3-те болса реттеу жүйесі тұрақты, жақсы жұмыс істейді және барлық бөлік өзара байланысқан деп келтіреді. Ал ең жоғарғы ML4 деңгейі болса тиімді жұмыс істейді және үнемі жетіліп отырады деп жазады. Бір қызығы, ML3 жүйесінде тек 17 ғана ел кіреді. Соның ішінде Эфиопия, Гана, Нигерия, Руанда, Сенегал, Танзания және Зимбабведе бар. Ал ML4-ке тек небәрі 3 қана ел кіреді екен. Олар Корея Республикасы, Сауд Арабия мен Сингапур. Сіздің ойыңызша біздің дәрілер қаншалықты сапалы?